Қасиетті Құрбан айт. Асыл дінімізде бұл мерекенің алар орны ерекше. Құрбан араб тілінен аударғанда жақындау дегенді білдіреді. Яғни, жасаған әрбір амалдарымыз арқылы жүректі тазартып Аллаға жақындай түсу. Құрбан айт мерекесінің маңызы қандай және ол кімдерге міндеттелген? Қасиетті мерекеде малды қалай таңдаймыз? Осы және өзге де сұрақтарға бүгінгі бағдарламада жауап алатын боламыз. Армысыздар, эфирде сырдағы сұхбат бағдарламасы. Бүгінгі қонағымыз Қызылорда қалалық Айтбай мешітінің бас имамы Дастан Құрманбаев. Дастан мырза, қасиетті Құрбан айт мерекесінің мұсылмандар үшін мәні мен маңызы қандай? Жалпы Құрбан айт сөзінің шығу тарихын айтып өтсеңіз. Бисмилля, алхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Құрбан сөзі араб тілінде жақындау деген мағынаны білдіреді. Шариғаттағы мағынасы құрбан шалып, Аллаға жақындау, яғни мейіріміне, ризалығына бөлену дегенді білдіреді. Бұл құрбан айт, құрбан шалу тарихы сонау адамның аяғы жерге тигеннен бастап басталады. Барлығыңыз білесіздер, Адам алейхиссалам екі баласы Абыл мен Қабылдың арасында келіспеушілік пайда болған кезде ол екеуіне құрбан шалуды бұйырады. Сөйтіп қайсысының құрбаны қабыл болса, соныңдікі оң болады дегендей үкім шығарады. Сол кезде Абыл мен Қабыл құрбандықтарын Алла тағалаға шалып, Абылдікі қабыл болып, осылай қисса жалғасады. Одан кейін бертін келе оның тарихы сонау Ибрахим пайғамбардың өмірімен байланысады. Ибрахим пайғамбарға да Алла тағала түсінде уақи беріп, баласын құрбандыққа шалу керектігі жайында айтады. Енді бірінші көрген кезде Ибрахим пайғамбар бұл жай ғана түс шығар деп мән бермейді. Одан кейін келесі күні, екінші күні тағы көреді. Сол кезде бар ол түстің Алладан екенін біледі. Бұл жерде Арафа дейді, білді деген сөз ғой. Ибрахим сол көзі жетіп білген күнді, құрбан айттың алдындағы күн біз Арафа деп атайтынымыз содан. Сол күні Ибрахим пайғамбар түсінің аян екенін білген. Содан кейін келесі күні шалмақ болып бел буған кезде Аллах тағала көктен қошқар түсіріп, ары қарай осылай жалғасады. Енді Құранда Аллах тағала әр үмбеттің өзіне тән құрбандығы бар дейді. Енді кейбір ерекшеліктермен әр пайғамбардың тұсында әр үмбеттің құрбан шалу рәсімі, құлшылықтары болған. Бұл құрбандық туралы сахабалар пайғамбар алейхиссаламнан сұраған кезде, мынау шалып жатқан құрбандықтарымыз не деп, яғни бұл мәні қандай, мағынасы не деп сұраған кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл Ибрахим бабаларының сүннеті, яғни Ибрахим бабаларынан қалған жол деп түсіндірген. Сосын одан бізге не болады деп сұрайды. Яғни бұның біз қандай сауабын табамыз деген кезде, шалған малдарының әр тал қылына сауап аласыңдар дейді. Міне осындай үлкен атаулы бір құлшылық болып саналады құрбан шалу. Енді жалпы құрбандық шалу кімдерге уәжіп? Яғни кімдерге міндетті емес? Сол жөнінде тоқталып өтсеңіз. Құрбан шалу құлшылығы негізі шариғатта үкімі уәжіп, міндет. Бірақ ол міндет болу үшін адамның бойында мына сипаттар болуы керек. Біріншісі ол мұсылман болу керек. Өйткені діндегі, исламдағы жалпы барлық шариғи үкімдердің барлығы ол тек иман келтірген, мұсылман болған, яғни исламды қабылдаған адамдарға ғана жүреді. Екіншісі балиғат жасына толған болу керек. Яғни барлық бұл тек құрбандыққа ғана қатысты емес, намаз, ораза. Енді ерлерге бір 13 жас шамамен, қыз балалардікі одан ерте болуы мүмкін. Енді ол климаттық жағдайларға да қарай әртүрлі жағдайларға қарай әртүрлі болады, әр елде әртүрлі болуы мүмкін. Үшіншісі сапарда болмау. Яғни егер құрбан шалуға міндетті адам сапарда болатын болса, шариғат оны босатады құрбан шалу құлшылығынан. Бірақ егер мүмкін болса, орнына біреуді тағайындап, жаңағы біреуге тапсыру арқылы құрбан малын шалған жақсы жағдай болса. Төртіншісі нисап мөлшері деген бар шариғатта. Ол мынау мал дәулеті, жаңағы дүние мүлкі белгілі бір көлемге жеткен кезде шариғат зекет беруді міндеттейді. Сол көлемді нисап мөлшері дейді. Ол алтынмен есептеледі, 85 грамм алтынды құрайды. Қазір енді діни басқарма
жылда сол алтынның бағамына қарай оны теңгеге шағып есептеп отырады. Мынау биыл Рамазанның алдындағы есеп бойынша 1.600.000 теңгеден асыңқырайды. Міне сондай көлемде үйінде күнделікті қажеттілігінен бөлек артық жиналып жатқан ақшасы болатын болса, сол адамға жаңағы алдындағы шарттар табылса бойынан құрбан шалу уәжіп болады. Түсінікті. Енді осы құрбандыққа осы көп осы жұртшылықтың арасынан кейбір сөздерді естіп жатамыз. Құрбан айтта бір малды шалсам болды деп жатады. Ол бастысы ниет қой деп жатады. Бірақ осы енді құрбандыққа шалынатын малды қалай таңдауымыз керек? Бұрындары осы аталарымыз осы құрбандыққа бір қар басқан малды шалған дұрыс деп жатады. Ал қазіргі уақытта енді ұзын сөздің қысқасы жалпы осыны қозыларды құрбандыққа шалған әңгімелерді естіп жүрміз. Ол қалай болу керек жалпы? Ол дұрыс па, дұрыс емес па? Иә, жалпы негізінде құлшылық, рәсім, барлық шариғаттағы амалдарда ең бастысы ол ниет. Бірақ ниетпен қоса тағы бір нәрсе бар. Ғалымдарымыз айтады, амалдың қабыл болуы үшін, жақсы амалдың Алла тағала үшін жасалған қабыл болуы үшін екі шарт бар дейді. Біріншісі ниет болу керек дейді. Екіншісі сүннетке сәйкес болу керек дейді. Ол деген сөз пайғамбар алейхиссалам қалай жасалу керек екенін көрсетті, дәл солай болу керек. Бұны енді Алла тағала бізден толықтай талап етіп отыр ғой. Бұл белгіленген мал түрінен болу керек, оның өзі шариғат қойған талаптары болу керек. Яғни Алла тағала талап еткен бейнеде атқарылған кезде барып, бұл құлшылық саналады. Енді иә, жалпы өзі 4 түрлі ғана малды құрбандыққа шалады. Мынау ешқандай хадис жинақтарында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа малдың түрін шалыпты деген хабар жоқ. Сондықтан да бізде мынау шариғатта, мынау еліміздегі Абу Ханифа мазхабы бойынша мешіттерде барлық жаңағы осы 4 түрлі малды ғана құрбандыққа шалу керек екенін айтамыз. Ол біріншісі қой, сосын ешкі, сиыр және түйе. Осы 4-еуін ғана шалу керек. Енді бұған да байланысты қойылатын талаптар бар. Оның түрі, сипаты әлі керек кетеді ғой. Сол бірінші жас ерекшелігі, ең бірінші мән берілетін нәрсе. Ол қой мен ешкі 1 жасқа толған болуы керек. 1 жасқа толған болуы керек. Бірақ енді ғалымдарымыз рұқсат етеді, егер қой тоқты қатты семіз болса, сондай бір 6 айдан асқан болса болады дейді. Онда да жаңағы шартпен, семіз болу шартымен. Бірақ абзалы әрине 1 жасқа толған қой болғаны жақсы. Ал енді сиыр мен түйеге келетін болсақ, сиыр 2 жасқа, түйе 5 жасқа толған болуы керек. Яғни осы аталған жасқа жетпеген малдар, мейлі ол жаңағы 4-еудің 1-еуі болса да, ол құрбандыққа жарамайды. Иә. Одан кейін мына малдың кемшілігіне байланысты, ауру сырқау деген сияқты соқыр мал болып жатады. Біреуінің құйрығы жоқ жатады мысалға, сол жөнінде. Соған байланысты да шариғаттың талаптары бар. Ол мынау хадисте ең басты аталатын 4 кемшілік. Мына 4 кемшілігі бар малды құрбандыққа соймаңдар, ол жарамайды деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Соның біріншісі соқыр болмау керек деген. Яғни малдың. Екіншісі тым көзге ұратындай қатты арық болмау керек. Яғни қабырғалары көрініп тұратындай дегендей. Үшіншісі ақсақ болмау керек. Бір сирағында, я болмаса тағы бір жерінде үлкен жарақат болмау керек қой. Сыртқы жарақаттар. Төртіншісі ауру болмау керек мал. Қандай да бір ауру жұқтырған, я болмаса бір ішкі ағзаларында бір ауруы бар малдар, енді мынау нелерде ветеринарларда сойып таста деп айтып жатады ғой, өліп қалмайды. Сондай малдар құрбандыққа жарамайды. Былайынша енді адалдай сойып алып тазартып дегендей өздеріне пайдаланып демесе, арнайы құрбандыққа жарамайды. Енді мынадай бір мәселе болуы мүмкін. Біреу жалпы негізінде шариғатта алдын ала құрбан айтқа дайындалып, 1 апта бұрын ертерек қамданып, малды сатып алып, сөйтіп жасаған жақсы. Бірақ сатып алып жатқан кезде ана мал сау, жаңағыдай ешқандай кемшіліктері жоқ. Бірақ сатып алғаннан кейін пайда болса бір кемшілігі, оны соя беруге жарайды. Өйткені мынау бір сахаба құрбан айттың алдында бір қойды құрбандыққа деп ниет етіп алып қояды. Сөйтіп оны жайып жүрген кезде құрбан айтқа дейін қасқыр шауып бір жамбасын қанатып жарақаттап кетеді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұрайды: "Мен мына сау күйінде алып едім, менде осындай жағдай болды. Ертең айт күні сойсам бола ма?" деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам болады деп оған рұқсат берген. Бірақ енді ғалымдар айтады, мүмкін болса, жағдайы жетіп тұрса, басқасын алып сойғаны жақсы дейді. Өйткені Алла тағалаға арнап жатқан бір құрбандық болғаннан кейін, оның сау болғаны, оның әдемі
жаңағы толық болғаны жақсы. Одан кейін тағы жаңағы хадистегі үлкен 4 кемшілік қой енді. Одан да басқа кемшіліктері бар. Ол жаңағы мүйізі бар мал болатын болса, мүйізі түбінен сынған болмауы керек. Жаңағыдай құлағын түбінен кесіп тастаған болмауы керек. Енді былайынша ен салған кішкентай жаңағы кертілген болатын болса жарай береді. Сол сияқты піштірілген болатын болса, мысалы қошқарлар піштіреді ғой, ол да жарай береді. Түсінікті. Енді осы өзіңіз жақсы білесіз, елдегі ахуалда пандемия, яғни коронавирус дертіне байланысты мынау мешіттерде жалпы жамағатпен намаз оқуға, жұма намазына дейін тіпті тыйым салған кездер болды. Енді биылғы Құрбан айт мерекесі қалай аталып өтіледі? Онлайн түрде аталып өтіле ме? Онлайн түрде аталып өтілсе, оның барысы қалай болады? Мынау айт намазы деген бар ғой, енді бұл айт намазы осы жамағатпен бірге оқытылатын намаз болғаннан кейін, бұл биылғы айт намаз қалай оқытылады? Біріншіден айт намазына келетін болсақ, бұл енді жамағатпен мешітке көп адамның жиналуымен атқарылатын ғибадат. Оны енді жергілікті мысалға қай облыс, сол облыстың эпидемиологиялық ахуалына қарай, яғни ол қызыл аймаққа жата ма, жасыл аймаққа жата ма, сол өздерінің жергілікті әкімшіліктің қойған санитарлық талаптарына қарай өткізеді. Егер рұқсат етілген аймақта болатын болса, олар далада жамағатпен оқуы мүмкін. Ал егер тыйым салынған қызыл аймаққа кіретін елді мекендер болатын болса, олар айт намаздарын оқымауы мүмкін. Енді оның жаңағы жергілікті нелер шешеді. Одан кейін мал шалуға, құрбан шалуға келетін болсақ, бұл былтыр жолға қойылған Құрбан 2020 сайты бар негізінде. Сол сайт арқылы былтырда еліміздің біраз мұсылмандары өздерінің малдарын таңдап, сол жерден онлайн түрде тапсырыс беріп, төлем жасап, құрбандарын шалды. Оны сол сайтқа қарайтын жаңағы муфтияттың арнайы бөлімдері бар, сол бөлімнің мамандары бар. Олар сол келген адамдардың барлығын өтінішін, төлемдерін барлығын алып, жаңағы малды сатып алып, солардың аттарынан сойып, сосын жаңағы белгіленген жерлерге таратады. Солай жасаса да болады. Ал енді жаңағыдай мүмкіндігі болатын болса, үйлерінде, аулаларында өздерінің жаңағы талаптар сақтай отырып сойса да болады. Енді оны өздері қарайды. Сонымен қатар жаңағы сол күні қайырымдылық аламын, сол құрбан шалынған еттен көмек аламын дейтін адамдар да болатын болса, сол сайттан өтінім берсе болады. Өзінің жергілікті тұратын жерін жазады. Арнайы тексеруден өтеді ол отбасы. Мекен-жайын жазады. Сол арқылы олар арнайы тексеріледі. Сөйтіп көмекке тізілсе болады. Енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, анау үлестіру барысын, құрбандыққа шалынған малдың етін үлестіру барысын айтып өттіңіз. Енді осы жалпы оны білмейтін тұрғындар да бар. Қалай үлестіреміз, кімдерге беруіміз керек деп жатады. Сосын мынандай да сұрақтар болып жатады. Мынау мешіттің айналасында қайыр тілеп жүрген адамдарды да көзіміз шалып жатады. Біз сол кісілерге бергеніміз дұрыс па, әлде үйінде отырып жаңағыдай қайыр тілеуді ұят қылатын, намыстанатын кісілерге берген дұрыс па? Оларды қалай анықтаймыз? Жалпы мұқтаж отбасыларды қай жақтан алғанымыз дұрыс дейді тізімін дейді, сол жөнінде бір. Жалпы сүннет бойынша мынау шалынған малды 3-ке бөлген жақсы. Бірінші бөлігін өзі үйіне алып қалады, отбасымен азық қылады. Екінші бөлігін ағайын туысқан көрші көлемге ауыз тигізеді. Оны енді шекелей таратып бере ме, әлде дастархан жайып шақыра ма, ары қарай өзі шешеді. Ал үшінші бөлігін сол кедей-кепшіктерге, мұқтаж жандарға үлестіруі керек. Енді бұл жерде соларды қалай табамыз, қалай анықтаймыз дейтін болса, ең бірінші пайғамбар алейхиссаламның көрсеткен жолы, егер садақаны туған туысқандарыңа беретін болсаңдар, сендерге 2 сауап жазылады деген. Яғни оған садақаның сауабы жазылады, және туыстық қарым-қатынасты ұстап тұрғаны үшін ол да бір сауап болып жазылады деген. Сондықтан бірінші адам жан-жағына қарау керек, өзінің әулетінен шыққан, өзінің жаңағы арасында ағайындығы бар, сондай бір жаңағы жиендік па, нағашылық па, сондай бір туысқандығы бар адамдарды енді таниды ғой басқадан гөрі. Мен білмеуім мүмкін, ол адамды мұқтаж емес екен, бірақ сол араласып жүрген туысқаны болғаннан кейін ол біледі. Сондайлардың арасынан іздеген жақсы бірінші. Сөйтіп өзі білетін адамдарға апарып берген дұрыс. Одан кейін енді қазір бізде облысымызда мешіттерге тізілмейді қайырымдылыққа. Оны мынау арнайы бақытты отбасы, жаңағы сәбез дейміз, сол мекемелер айналысады. Олардың өздерінің әлеуметтік қызметкерлері бар. Адамдар сол жаққа барып өтініш жазады. Сосын жаңағы әлеуметтік қызметкерлер соны барып тексереді.
шынбау жаңағы иә сол тізімді бізге береді, біз сол тізім бойынша ғана таратамыз. Былтырлары алдыңғы жылдары мешіт өзінше тізім құратын болған еді. Қазір енді ортақ бір база болу үшін бүкіл мешіттердің тізімін сол жақта жасайды да, сосын кезекпен үлестіріп отырады. Енді жалпы осы пандемияға дейін, осы елдегі ахуалға дейін бұрындары осы құрбан шалынған уақытта жалпы осы мұсылмандар өздерінше бас қосып, үлкен жамағат жиналып, сол жерде дұға ететін тұғын. Енді жалпы осы қазіргі уақытта ол қалай жүзеге асады? Қалай жүзеге асуы тиіс? Онлайн түрде өтеді ма ол дұға ету жалпы жамағатпен? Егер сайт арқылы өтінім беріп құрбанын шалатын болса, ол жерде енді мешіттің қызметкерлері болады, мешіттің имамдары болады. Әр мал шалынатын кезде сол жаңағы тапсырыс берген адамның атын аталып, соның жаңағы ата-бабаларына құран бағышталып, сол жерде оның отбасына, өміріне береке тіленіп дұға жасалады мешіт қызметкерлері тарапынан. Сөйтіп барып жаңағы құрбандығы шалынады. Енді бағдарламамыздың соңына таман бір сұрақ қойып өтсем, жалпы құрбан айт мерекесінде мұсылмандар қалай жүруі тиіс? Анау жалпы дәрет алып, асыл дәрет алып деген секілді, сол жөнінде атап өтсеңіз, көңілдік жүру керек деген секілді нәрселер бар ғой енді. Толыққанды айтып өтсеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы құрбан айт мерекесіндегі сүннеттері бар, сақталған. Ол ең бірінші мына хадисте келеді. Құрбан айт күні мұсылман адамның Аллаға ұнамды жасаған ең ісі ол намаз оқу дейді, ең бірінші. Айт намазын оқу. Содан кейін құрбан шалу дейді. Енді осының айналасында тағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айт күні сақтаған бір әдептері бар. Ол мысалға азанда жаңағы жуынып шайынып, яғни ғұсыл алып, әдемі хош иісті әтірлерді сеуіп, сөйтіп жаңағы көтеріңкі көңіл күймен шығу, яғни айт намазына. Одан кейін бір хадисте келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, егер айт намазына барсаңдар, барарда бір жолмен барсаңдар, қайтарда басқа жолмен қайтыңдар дейді. Оның мағынасы, яғни көбірек адаммен кездесіп, көбірек адамға сәлем беріп, қазір енді карантин болып жатса, телефон бар, көбірек ағайын туысқандардың хал ахуалын біліп, құттықтап, оларға жаңағы жылы сөздер айтып, айт мереке ғой, енді мейрам деген сөз ғой, айт деген сөз. Сол қуаныш екенін оларға сездіріп, бір-бірін сондай бір мүмкін болатын болса, сыйлықтар жасау арқылы осылай өткізген жөн. Одан кейін тағы бір жағы бар, ол мереке болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, айт күні әйелдеріңді, бала шағаларыңды барлығын алып шығыңдар деп, яғни намазға. Енді намаз болсын болмасын, жалпы бұл бір жағынан отбасылық та мереке болып есептеледі. Сондықтан да отбасы мүшелеріне де осы күні көңіл бөліп, сондай соларға да жаңағыдай жылы сөздерді арнап, сый-сияпатты беріп дегендей, олардың да бір көңілін көтеретін уақыттар, жаңағы шаралар болғаны жақсы. Түсінікті. Енді осы менің сұрақтарымнан бөлек осы құрбан айт мерекесінің қарсаңында жасалуға тиісті, айтылуға тиісті нәрселер болса, көрермендерге айтып өтсеңіз, бағдарлама соңында. Құрбан айттың мынау уақытына тоқталатын болсақ, ол Зулхиджа айының 10 күні басталады ғой құрбан айт. Бізде енді қазір осы шілде айының 20-сына сәйкес келуі мүмкін, бірақ енді жақындаған кезде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тағы да нақты хабарын береді. Енді сол мал соятын уақытқа тоқталатын болсақ, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтуы бойынша айт намазының жаңағы оқылып болғаннан кейін басталады мал шалу. Yani намазға дейін азанда таң атқаннан кейін мал шалып жүруге болмайды. Өйткені ол қайтадан шалу керек болып қалады. Осы айт намазы оқылып болғаннан бастап, сол күні және одан кейінгі екінші күні, одан кейінгі үшінші күннің күні батамға дейін, күн батуға қараған кезге дейін жалғасады. Осы былайша айтқан кезде 3 күн бойы мал сойылады, құрбан малдары. Одан кешігіп қалса, біреу малын алып қойып, мысалға құрбан шалам деп ниеттеніп қойып, бірақ жаңағы 3 күнде үлгермей қалса, ол бірақ сонда да оны сойып, етін садақа етіп таратуға міндетті болады, бірақ енді құрбандыққа үлгермеген болып есептеледі. Осы 3 күннің ішінде сойып біту керек малды. Түсінікті. Бүгінгі біздің бағдарламамызға арнайы келіп, өзіңіздің уақытыңызды бөліп осы құрбан айт мерекесі қарсаңында барынша ақпаратпен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жетті. Алла тағала қасиетті құрбан айт мерекесіндегі құрбандықтарыңызды қабылдыққа жазып, әрбір ізгі амалдарыңыздан сауаптан жазсын. Келе жатқан құрбан айт мерекесі баршаңызға құтты болсын.